Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Қазіргі індетке байланысты мен сіздерге маңызды бір үндеу тастағым келіп отыр. Жаназа көбейді, күн сайын қаралы хабарды естіп, жүрегіміз ауырып, көңіліміз құлазып, қабырғамыз қайсуда. Өкінішке орай, әлі күнге дейін ауыл-ауылда, тіпті қалаларда құдалық сияқты той томалақ әлі үзілмей тұр. Жалғасып жатыр. Соны доғарыңыздар. Болмайды. Сіздер қуаныш жасап, сауап аламыз деген кезде ол күнәға айналып кетіп жатыр. Себебі сол құдалыққа, сол қуанышқа келген кісілердің арасынан осынау дертке шалынып, қаншама адам мына дүниемен қоштасып жатыр. Сондықтан тойды, томалақты, құдалық сияқты рәсімдерді доғарыңыздар. Қазір жаназа көп, құрметті ағайындар. Ет жақыны болмасаңыздар, жаназа рәсімдеріне бармаңыздар. Былайғы уақытта жаназаға бару мұсылмандық сауап іс болса, дәл осындай індет жағдайында үйде отырып, өліге Құран бағыштап, дұға жасап отыру сол сауапты. Құрметті жаназа иелері, ағайын туысқа айтыңыздар, біз сіздер түсінеміз, жаназаға келмей қойыңыздар. Мына індет біткеннен кейін өлімге қатысты барлық рәсімдерді жасаймыз, сол кезде келесіздер деп айтыңыздар. Құрметті ағайындар, аз ғана қазақ қырылып қалмасын десек, той думанды, құдалық сияқты рәсімдерді тоқтатыңыздар, жаназаға бармаңыздар.